еш шығарайын депсің апайларыңа сөз қайтар. Сабағың нашарлап кеткен, жүрсің азаннан кешке дейін домбыра тартқаныңа мәз болып. Жүрген жоқпыз ба? Әкең екеуміз азаннан кешке дейін жұмыс жасап, сендер үшін де киісін дедік, жесін дедік. Немеге тұйықтап жүрсің? Өсек өнек деп жүрген жоқпыз ба? Айналып келіп ұрса бересіздер. Bir рет болса да мақтамайсыздар. Әкемде телефоннан жіберетін. Мынау жұрттың балдары, мінезіңді көрсетпе маған. Жұрттың балдары. Керемет сен жүрген біреусіңдер. Ол жұрттың балдары мен сияқты домбыра тарта алмайды. Неге соны айтпайсыздар? Қит етсе болып ұрса бересіздер. Kopты айтқандарыңыздан шықпай жүрейін. Сонда ғана бақытты боласыздар ма? Ой, пырмай, тух. Тегі жауабың дайын тұрады екен сенің. Домбыра сенің ертеңгі наның бола ма, айналайын. Қашан қарасаң, балдарға қосылып аласың. Домбыраға дайындаламын, концертке дайындаламын деп. Ұнамайды маған олай жүргенің. Жұрттың баласы ұқсап, одан да біліміңді ұғу, миыңды ашытпа, ел қатарлы жүр, адам бол жұрттың баласына ұқсап. Жұрттың баласы мендей болып алсын. Бірінші сұрамайсыз ба, неге тұйықталып жүрсің деп? Ал, сұрайған, неге тұйықталып жүрсің? Қойшы, айтпайын, түсінбейсіздер мен. Шаршап кетті, тегі бір. Анау жүр әкең, ана балаға айт дейді, мына балаға айт дейді. Бүкіл жауапкершілікті менің мойныма артып қойған. Келсін қазір өзіне айтайын тура. Ана балаға айт, мына балаға айт деп істемеймін. Қазір кесінші. Bir жұмысын сылтауратып, азаннан кешке дейін тегі. Істесін өзі. Неге бұлай болды екен? Жайлап түсіндіруімнің орнына ұрыса жөнелгенім дұрыс болмады-ау. Баламмен неге отырып сырласа алмаймын? Балам менен алыстап жатыр. Осылар жесін, осылар киісін деп, жұмыс деп, балдарға да бір сәт көңіл бөлуді ұмытып бара жатырмын ау. Жоқ, бұлай жалғаса беруіне жол бермеу керек. Неге өз баламды түсінбей жатырмын? Осы балам мінезі болды деп отыра беруге де болмайды ғой. Қай жерден қателестім екен? Кейде барлығынан да шаршап кетемін. Жұмыс, үй деп жүргенде баламның өсіп қалғанын да байқамай қалыппын. Маған сөз қайтаратын да шығарды. Әкесі екеуміздің де бұл баламен соңғы рет қашан отырып ашық сөйлескеніміз де есімде емес. Әлде ортасы бұзып жүр ме екен? Біз оны өскенде бізді асырайды деп үміт артып жүрміз ғой. Енді не істесем екен? Иә, үнемі осы. Барлығына мен кінәлімін. Менің пікірім ешкімге керек емес. Менімен санасып жатқан бір адам жоқ. Өз әкем, анам неге сонша менен кемшілік іздейді? Өздері де болмашы нәрсеге бірі-бірімен ұрсып та жатады. Оны көріп олармен сырласқым да, ашылғым да келмейді. Маған олардың жылы сөздері, маған деген сенімдері, менің қолдағандарына мұқтажбын. Неге сонша қиын екен жылы сөйлеп мақтаулары. Тек менің жаман қырларымды ғана көре береді. Мен не жасасам да дұрыс емес, мен не сөйлесем де дұрыс емес. Неге бұлай? Мүмкін мен бұлардың өмірінен жоқ болсам ғана мені жақсы көрем екен. Менің де қадірімді білем екен. Мүмкін сонда ғана бақытты отбасы болар ма екен?